Цин пайда болып, Аидтің орнына отырады. Арес пен Гермес оның кім екенін түсінбей қалады. Арес оны адамзат отыратын жерге апармақ болып, қол тигізгенде Цин оны лақтырып жібереді. Цин қай жерде отырса да, ол жер оның тағы екенін айтады. Арес ашуланып, қолынан ұстайды, бірақ тағы да жерге құлайды. Гермес Циннің шын мәнінде әсерлі екенін түсінеді. Цин шөлдегенін айтып, Гермес оған бал қосылған су ұсынады. Цин оны ұнатып ішеді. Қабырғалардағы тесіктерді іздеп, Брунхильда мен Гёл келеді. Брунхильда Цинді күту бөлмесінде отырмады, және қабырғаларды қиратып кеткен үшін ұрсады. Бірақ Цин қайда барса да, жол өзі ашылады деп мән бермейді. Брунхильда оның келесі жауынгер екенін айтқанда, Цин қуанып, секіріп кетеді. Хеймдал 7-ші раундтың таныстыруын бастайды, бірақ адамзат жауынгері шықпайды. Сол кезде гонг соғылып, барлық Қытай императорлары құдайлар кіреберісіне қарай жүгіріп, қызыл кілем төсейді. Цин сол жолмен аренаны бетке алады. Хеймдал оның Қытайды біріктірген алғашқы адам, бастау патшасы Цин Шихуан екенін жариялайды.